Сәлем, біз бүгін манты жасаймыз. Ол үшін 1 шай қасық тұз және қайнаған су құямыз. Жылы су болған дұрыс, тұз еритіндей. Енді сол суымызға ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Әркім өз мөлшерінде. Мен енді 1 суала көлемінде дайындайтын боламын мантыны. Сосын жақсылап қамырымызды илеп аламыз, іртіктері қалмасын. Мен илеміз, менікі 1 суала болады енді. Қамырымыз дайын, осылай жұмсақ болу керек, қатты кетсе де болмайды. Қойып қоямыз қамырымызды. Сосын фарш дайындаймыз. Ол үшін картопты жақсылап турап аламыз. Кубик етіп тураймыз картопты. Қатты үлкен де емес, кішкентай да емес, средний қылып турай береміз. Кімге қалай ұнайды енді солай турайсыздар. Мен өзім осылай жасаймын мантыны. Туралған картопты фаршымызға саламыз. Енді кезекте пиязымызды турайтын боламыз. Пиязды да картоп тәрізді етіп, кубик қылып тураймын мен. Біреулер ұзынша қылып турайды енді, әркім өз қалауынша. Негізі бәрі біркелкі болған дұрыс. Енді барлығын салып фаршқа тұз, бұрыш қосып, қалауларыңызша араластырамыз. Фаршымыз дайын. Енді қойып, қамырымызды илейтін боламыз. Жайып аламыз. Мен қамырды жайып кесіп алдым. Енді фарш салып түйемін. Міне, түйіп болдым. Енді отқа қойып, 45 минут піскенін күтеміз. Мантымыз дайын. Мен бетіне подлив жасадым пиязбен. Ас болсын. Каналыма тіркеліңіздер.